Сәлеметсіңдер ме, балалар? Әріптермен танысып, оқып үйренгілерің келеді ме? Ендеше, сиқырлы әріптер әлеміне қош келдіңдер. Бұл әлемде Алуа мен Сұлтан және ғажайып ертегілер әлемінің кейіпкерлері әрқашан қастарыңда болып, көмектесіп жүреді. Сиқырлы әріптер әлемінде жүріп, сендер, балалар, дауысты және дауыссыз дыбыстармен танысасыңдар. Сөз жұмбақтарды шешіп үйренесіңдер. Әріп дыбыстан сиқырлы елі дәптеріндегі тапсырмаларды орындап ойнайсыңдар. Танысқан әріптермен дыбыстары бар сөздердің суреттерін әліппе патшалығы дәптерінен тауып бояйсыңдар. Балалар, сендер білесіңдер ме? Біз дыбыстар әлемінде өмір сүреміз. Дыбыстарды біз кез келген жерде жүріп естиміз. Мысалы, үйде отырып қандай дыбыстарды ести аламыз? Үйде біз сағаттың тықылдауын, крандағы судың аққанын, шаңсорғыштың гуілдегенін, мысықтың мияулағанын және тағы басқа неше түрлі дыбыстарды ести аламыз. Далада жүріп, басқа дыбыстарды естиміз. Алуаның серуендеп жүріп, естіген дыбыстарын тыңдап, олардың қайдан шыққанын анықтап көріңдерші, балалар. Дұрыс, әрине. Бұл желдің ысқырығы, автокөлік моторының гүрілі, құстардың сайрағаны, адамдардың сөйлескені. Сәлеметсің бе, Әсем? Сәлем, Жанел. Көңіл күйің қалай? Керемет. Менің де көңіл күйім өте жақсы. Осылайша біз дыбысты ғана естіп, оның қайдан шыққанын білеміз. Естеріңде болсын. Дыбыстарды біз естиміз және айтамыз. Кез келген дыбысты әріптердің көмегімен жазып шығуға болады. Әріптерді біз жазып қана қоймай, оқимыз. Естеріңде болсын. Әріптерді біз жазамыз, көреміз және оқимыз. Қазақ тілінде 42 әріп бар. Әрбір әріптің өз орны бар. Олардың орналасу ретін алфавит деп атайды. Әріп танымасаңдар, балалар, өздеріңнің сүйікті кітаптарыңды оқи алмайсыңдар. Ұялы телефонға келген хабарламаны оқи алмай, өздеріңде хабарлама жаза алмайсыңдар. Көшенің, дүкеннің атын оқи алмайсыңдар. Автобустың жол бағдарын біле алмайсыңдар. Сол себепті алфавиттің барлық әріптерімен танысып, оқуды үйреніп алғандарың өте маңызды. Әріптер бір-біріне ұқсамайды. Олардың жазылуы да, дыбысталуы да әртүрлі. Балалар, байқадыңдар ма? Кейбір әріптер көк түске боялған, кейбір әріптер қызыл түске боялған. Қызыл түске боялған әріптер дауысты дыбыстар. Дауысты дыбыстарды айтқанда ауа кедергісіз, еркін шығады. Сондықтан оларды созып айталамыз. А, О, Ү, У, О, Я, Йо, Ю, И, Е, О, Ö. Ал көк түске боялған әріптер дауыссыз дыбыстар. Оларды айту кезінде ауа еркін шыға алмайды, кедергіге ұшырайды. Сондықтан неше түрлі дыбыстар шығады. Мысалы, иттің ырылы сияқты р, қоңыздың ызыңы секілді ж,
ысқырыққа ұқсас с және тағы басқа дыбыстар естіледі. Дауысты және дауыссыз дыбыстардың көмегімен буын құрап, буындардан сөз құрастыруға болады. Мысалы, ана, үкі, ағаш және тағы басқа. Бүгін сендер не білдіңдер, балалар? Қайталап шығайықшы. Дыбыстарды әріптердің көмегімен қағаз бетіне түсіріп жаза аламыз. Дыбыстар дауысты және дауыссыз дыбыстар болып бөлінеді. Дауысты дыбыстарды ұзақ созып айтуға болады. А, о, у. Ал дауыссыз дыбыстар керісінше қысқа ғана б, в, г деп айтылады. Дыбыстарды біз естиміз және айтамыз. Әріптерді біз жазамыз, көреміз және оқимыз. Бейне сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар, балалар.